Ғаламның шетінде не бар екенін ешкім нақты білмейді. Біз тек бақыланатын ғаламның бір бөлігін ғана көре аламыз. Оның диаметрі шамамен 93 миллиард жарық жылына тең. Ал одан тыс жатқан аймақтар біз үшін мәңгілік қолжетімсіз болуы мүмкін. Себебі ғалам кеңейіп жатыр. Бізбен өте алыс галактикалардың арасындағы кеңістік соншалықты жылдам ұлғаяды. Тіпті олардың жарығы ешқашан бізге жете алмайды. Бұл дегеніміз біз ешқашан көре алмайтын тұтас галактикалар мен ғарыш аймақтары болуы мүмкін. Кейбір ғалымдардың пікірінше ғалам шексіз болуы ықтимал. Бірақ тағы бір теория бар. Соған сәйкес ғаламның шеті жоқ. Ол өз-өзіне тұйықталған кеңістік болуы мүмкін. Егер бір бағытта жеткілікті ұзақ уақыт жүре алсақ, ақырында қайтадан бастапқы нүктемізге оралар едік. Бұл жердің шар тәрізді бетімен үздіксіз жүргенде бастапқы орынға қайта келуге ұқсайды. Мұндай жағдайда ғаламның ешқандай шеті де шекарасы да болмайды. Ал тағы бір болжам бойынша біздің ғалам сансыз көп ғаламдардың біреуі ғана. Бұл идея көп ғалам теориясы деп аталады. Әрбір ғаламның өз физика заңдары, өз тұрақтылығы, тіпті олар біз қабылдай алмайтын жоғары өлшемді кеңістікте өмір сүріп жатқан шығар. Бірақ әзірге мұның бәрі тек ғылыми гипотеза ғана. Олардың ешқайсысы нақты әлі дәлелденген жоқ.